Тағдыр тәлкегімен жаза басып, темір тордың ар жағына тоғытылғандардың да екі қолына бір күрек керек. Өйткені бос уақытпен әлі де бостандыққа бірнеше жыл бар деген уайым оларды одан әрі депрессияға түсіріп, теріс қылықтар жасауға итермелеуі мүмкін. Өңірдегі екі түзету мекемесінде 600-ге жуық сотталғандар бар. Олардың тек 20% ғана қызмет етіп жүр. Ал өзгелерінің еңбек етуге ниеті болса да, өмірлеріне өзгеріс әкелуге мүмкіндіктері жоқ. Жалпы қазір жаза басқандарды жұмыспен қамтушы бірден-бір мекеме Еңбек Батыс Республикалық мемлекеттік кәсіпорны. Дегенмен олар әлі де кәсіпкерлер қолдауына мұқтаж. Мәселенің мән-жайына Сағындықтың Нұргүлі тереңірек үңілді. Қатаң тексеріспен темір есіктің бірнешеуін өткен соң, талайдың жылап кіріп, сабақ алып шығатын аймағына табанымыз тиді. Тағы да бойды бір үрей билеп тұр. Сұп-сұр нысан мен биік-биік қоршаулар. Алайда, мұндағы қыз-келіншектердің көбінің оған еттері үйренген. Бөлменің ыстылығына қарамастан қызу жұмыс үстінде. Ендігі түсінген боларсыз, бұл УГ 157-11 мекемесінде орналасқан әйелдер колониясы. Мұнда 160-ға жуық нәзік жан жазасын өтеуде. Еңбек Батыс Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Атыраудағы филиалының арқасында олардың 14% тігін цехында табыс тауып жүр. Шыдамдылық пен ұқыптылықпен жұмыс істей алатындары мұнда киім тігеді. Анығында сотталғандардың үстіндегі бірдей киім мен бас киім осы жерде әзірленеді. Бет жүзі мен есімін жасыруды өтінген бұл бойжеткен есірткі саудасымен айналысқаны үшін бас бостандығынан айырылған. Түзеу мекемесінде еңбекке араласқанына да біраз болыпты. Бұрын соңды тігінмен айналысып көрмесе де, ниеті шаш етектен. Адал табыс табар мүмкіндік болса, әрекет етуден қашпаймыз дейді. Мен осы РГП жұмысында жасап отырғаныма 7 айдай уақыт болды. Осы жазаның мерзімін өтеуге келгеннен бастап, осы жерге жұмысқа кіріп, бос уақытым болмайды. Керісінше осы пайдалы жұмысқа жұмсап жатырмын. Мен сияқты жұмыс жасап отырған 20 шақты әйел адамдар бар. Тағы да әйел адамдар мен сияқты жұмыс жасағысы келетіндер көп. Сондықтан қосымша жұмыстар болса жақсы болар еді деп ойлаймын. Осыған дейін бостандықтан айырылғандар өте көп көлемде бетперде мен қорғаныс комбинезондарында тіккен. Жаза басқандар 8 сағат бойы осы жерде тер төгеді. Оларға төленетін жалақы 42.500 теңгеден басталады. Тапсырыс көбейсе, сыйақы да берілетін көрінеді. Ісмерлер тапқан табыстарын өз керектеріне жұмсай алады. Болмаса, отбасына жолдауға немесе өздерінің үкімет алдындағы қарыздарын өтеуге жұмсайды. Қазіргі таңда тігін цехында 23 тігінші қызмет етуде. Енді қазір біз мекемелермен мысалға келісім шарт бойынша қысқы, жазғы және төсек орындарын манағыдай келісім шартпен орындаймыз, уақытылы бәрін тапсырамыз. Осындай тағы да осындай мекемеде жұмыстар көп болса, мемлекеттік мекемелерден тапсырыстар көп болса, жақсы болар еді. Енді осы азаматшалар уақытылы ай сайын ақшаларын уақытылы алып отырады. Осындай жұмыстар көптеп бола берсе, мына осы пандемияның кішкене манағыдай әсері тиіп, жұмысымыз кішкене азайып қалды. Жұмыс көптеу болса жақсы ғой манағыдай. Түсінгеніміз темір тордың ар жағында да қайнаған тірлік бар. Қарапайым ұн, су мен ашытқыдан мұндағылар ас атасын пісіреді. Есесіне мекеме нан қажеттілігін 100% өздері қамтып отыр. Дәл осындай түзету мекемесіндегі наубайхана ерлер колониясында да бар. Олардың өнімі өздерімен қоса тергеу абақтыларына да жіберіледі. Мұнда 400-ге жуық адам жазасын өтеуде. Олардың 10% еңбек етіп жүр. Түрмедегі өндірістік орындардың барлығы да Еңбек Батыс Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына тиесілі. Түзету мекемесі тек жұмысшы береді. Алдымен сұраныс жіберіледі, кейін сотталғандардың қайда, кім болып жұмыс істегенін анықтап, үміткерлерді таңдап алады. Ал бұл жер бұрын металл өңдеу цехы болған. Алюминий мен өзгеде темір қорытпасынан мұндағылар алуан түрлі құрылыс бұйымдарын жасаған. Айта кету керек,
бұл түзеу мекемесінің құрылғанына 50-60 жыл болған. Сондықтан да іштегі кей техника істен шығып үлгеріп, мекеменің тозығы жеткен. Дегенмен бас бостандығынан айырылғандардың арасында алуан түрлі шеберлер бар. Олар нәсіп берер кәсіп болса, еңбектенуден қашпайды. Кезінде алуан түрлі төсемтастарды жасаған, олардың қолынан шыққан сапалы өнімнің құны да нарық бағасынан 20-30%-ға арзан болыпты. Алайда қазір сотталғандарды жұмыспен қамтитын мекеменің де қызмет қарқыны кенжелеп қалған. Енді бізге қолдау білдіруші кәсіпкерлер қажет, дейді олар. Жалпы мемлекет тапсырыстар бойынша қызметтер атқарады. Осы Атырау облысына қарасты еңбекке мекемесіне 2 түзеу колониясы бар, және 1 тергеу изоляторы бар. Сол 3 мекемеге біздер қызмет көрсетеміз. Күрделі жөндеулерін жүргіземіз мемлекет тапсырыс бойынша. Және сол мемлекет тапсырыс бойынша сотталушыларға киімдер тігеміз. Қазіргі таңда мына УГ 760/9 мекемесіне тек қана наубақана жұмыс жасап тұр. Бұл жерде сотталушылар саны 400 сотталушы бар. Соның тек қана қазір күнде 10% жұмыспен қамтылған. Мемлекет тапсырыстар қазір болмай тұр. Осындай әлемдегі пандемияға байланысты жүргізіліп жатқан саясатқа байланысты қазір жұмыспен мемлекет тапсырыстар бізге жоқ деп айтуға болады. Жалпы мына алаң өндірістік орындарымыз, жерлеріміз бар. Жалға алам деген кәсіпкерлерге жол ашық. Тек қана олар тек жалақыларын төлейді, сотталушылардың, сосын коммуналдық шығындарын төлейді, басқа тегін береміз өндірістік орындарын. Жалпы мемлекет тарапынан қолдау көрсеткені дұрыс деп есептейміз. Себебі ол мемлекет тарапынан тапсырыс болмаса, мекеменің жағдайы мүшкіл. Жұмыс тек қана мына жылу уақытында, беретін уақытында котельниямыз жұмыс істейді. Енді қазіргі тек қана наубақанамыз жұмыс істеп тұр. Сотталғандарды жұмыспен қамту олардың конституциялық құқығын шектемей, керісінше түзу жолға түсуіне мүмкіндік берері хақ. Көрінген таудың алыстығы болмайды. Жаза басып келгенімен мұндағылар бостандыққа шығар күнді де асыға күтеді. Оларды қоғамнан түбегейлі алшақтатпауымыз керек. Сотталғандарда күнде қайталанатын бір тірлік, бір жұмыс. Дегенмен жазасын өтеушілер жалықтым, болды демейді. Өткені қамаудағыларда алға бір ғана арман жетелейді. Өздерін жақсы қырынан көрсетіп, жазасын өтеу мерзімінен бұрын бостандыққа шығып, жақындарымен қауышты. Күнде енді проблемалық сұрақ болып тұрған, ол осы түзеу мекемелерінде жұмыс көзін ашу болып табылады. Былтырғы жылы, биылғы жылы өздеріңіз білесіз, пандемияға байланысты жаңағы мекемелерден көптеген кәсіпкерлер өздерінің тапсырыстарының болмауына байланысты өздерінің қызметтерін тоқтатуға тура келіп жатыр. Сол себептен қазіргі жағдайда біздер жан-жақты осы сотталғандарды жұмыспен қамту үшін шаралар қолданып жатырмыз. Олар айта кететін жағдай, мына Атамекен жаңағы несімен де одағымен де, кәсіпкерлер одағымен де талай кездесулер, жаңағы жәрмеңкелер жасалып жатыр. Кәсіпкерлердің біздерге келіп, біздің мекемелерде жұмыс орнын ашатын болса, мына бас бостандығынан айырылған сотталғандардың да көңілдері ауып, өздерінің жұмыстарын жасап, жаңағыда айтқандай, өздерінің отбасыларына көмектері осы жаңа бас бостандығынан айыру жерлерінде жүрсе де, түзету мекемелерінде жүрсе де, өздерінің отбасыларына көмектесуіне жаңағы септіктер тиер еді деген тұжырымымыз бар. Енді біріншіден осы түзету мекемелерінде ең бірінші жаңағы түзетудің бір амалдарының бірі тәртіп және де еңбек деп есептейміз. Сол себептен олардың еңбек еткені өздері үшін және де қоғам үшін де олардың осы түзеу мекемелерінен шыққаннан кейін қоғамға бейімделіп шығуына, қоғамға жаңағыдай түзеліп шығуына көптеген үлкен септігін тигізер еді. Түйіндесек, еңбек батыс мемлекеттік республикалық кәсіпорны тар қапасқа тоғытылғандарды жұмысқа баулып, бос уақыттарын барынша пайдалы өткізулеріне атсалысады.
Елдің көп өңірінде филиалы бар мекеменің Атырау облысындағы жазаланушылардың да екі қолына бір күрек тауып беріп жүргеніне 20 жылдан асқан. Адалдық, адамдыққа тәрбиелейтін орындардың бірден бір жолы – еңбек. Сондықтан мекеме кәсіпкерлер мен мемлекеттік тапсырыс мәселесінде әлі де қолдау күтеді. Сағындықтың Нұргүлі Тілекқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.